Баршаңызға ассалаумағалейкум, құрметті менің YouTube көрермендерім, сіздердің назарларыңызға дүниежүзі тарихы бойынша жаңа заман оқулықтың авторы Назира Алдабек оқулық бойынша сонымен 8-ші сынып немесе жаңа заман тарихы бойынша сабақтар сериясын бастайтын боламыз. Енді осы жерде сұрақ туындауы мүмкін, неге жаңа заман, неге орта ғасыр емес? Жалпы ұлттық тестілеу орталығын ұсынған ұлттық бірыңғай тестілеудің жоспарына қарайтын болсаңыздар, жаңа заман тарихы сұрағынан бізде 9 сұрақ келеді. Енді оның 50 сұрақтың 9-ы жаңа заманнан келеді десе, бұл оқулықтың өзі толық талдауға тұратын кітап екендігі белгілі. Енді орта ғасыр сондай маңызды емес пе дейтін сұраққа жауап беретін болсақ, әрине маңызды. Одан бізде кем дегенде сонымен 4 сұрақ былай жай келетін болса, ал енді контекст ретінде тағы сұрақтар келіп қалуы мүмкін. Сонда жалпы одан да 9 сұрақ келіп қалуы мүмкін, бірақ оның ықтималдығы сәл төмендеу. Жаңа заманнан келетіндігі ол нақты белгілі. Сосын жалпы оқушының негізі өзінің жеке қабылдауына да орта ғасырдың тарихы негізі ешқандай да қиын емес. Өзіңіз зейін қойып отырып оқып тастайтын болсаңыз, тез аяқтап тастауға болады. Ал жаңа заман енді кішкене бір түсінуді қажет етеді. Біздер жалпы осы сабақтарды түсіндіру барысында орта ғасырдың кейбір тақырыптарына да сонымен тоқтайтын боламыз. Сонымен ендеше кеттік. Біздерде сонымен бірінші параграф ол жаңа заман кітабындағы сонымен енді бұны бұрын 8-ші сыныптар оқыды, қазір 7-ші сыныптар оқып жатыр. Сонымен параграф нөмір 1 бізде жаңа заман дәуірі туралы түсінік және оның ерекшеліктері туралы айтатын боламыз. Сосын мына оқулықтағы кейбір ақпараттар, бұл енді мен орысша кітаптағы кейбір ақпараттарды қолдандым, бірақ ол қай жерде орысша кітапта келетін ақпарат екендігін мен осы мына сабақтың барысында айтып кететін боламын. Сонымен жаңа заман ұғымы жалпы бұл Италияда енгізілген, Италияның сонымен гуманист жазушылары, оқымыстылары 15-ші ғасырда, яғни қайта өрлеу дәуірі кезінде Италияның ғалымдары ежелгі орта жаңа заман деген сонымен жалпы тарихты осылай кезең-кезеңге бөлген. Жалпы бізде ол туралы 7-ші сыныптың оқулығындағы, енді 6-ші сыныпты жақшаның ішінде есептеңіз, Көкебаеваның оқулығында, сырты көк кітап бар бізде. Сол кітаптың оқулығында жалпы орта ғасыр деген ұғымды енгізген, медиум аевум деген ұғымды енгізген Флавио Бионда деген кісі деп келеді. Яғни оқулық мына жерде соған сілтеме жасап жатса керек. Демек, осы жаңа заман деген ұғым, бұл орта ғасыр деген ұғыммен бірге енгізілген 15-ші ғасырда итальян оқымыстыларының қылқаламымен деп айтамыз ғой. Сөйтіп жаңа заман тарихын біздер негізі, енді кітаптарыңызда осылай береді, мен ойлап тапқан жоқпын оқушылар. Сонымен 16-19 ғасырлар аралығын дейді, және ұлы географиялық ашулар заманынан бастау алатын. Сосын 20-ші ғасырдың басындағы дүниежүзілік соғысқа дейінгі кезең. Жалпылама айтқан кезде осындай кезеңді қамтиды деп айтады. Енді нақты біздер кәдімгі рамкаға бөліп, кәдімгі тұтас сондай кезең-кезеңге бөліп қарастыратын болсақ, онда біздер ұбт-дағы сонымен мыналарға мұқият назар аударамыз. Мынаған емес, жаңа заман тарихы деп мына жерден басталатынға емес, керісінше жаңа заманды біздер үлкен 2 кезеңге бөлуге болады деген сонымен оқулықтан қарайтын боламыз. Сонымен жаңа заманды ғалымдар негізі үлкен 2 кезеңге бөледі. Оның біріншісі бізде бірінші кезең 17-ші ғасырдағы, нақтырақ айтсақ 1640 қой енді, 17-ші ғасырдың ортасындағы ағылшын буржуазиялық революциясынан басталады. 1640 жылдан басталады деп айтайық. 40 жыл. Сосын 18-ші ғасырдың соңғы ширегіне дейін созылады. Яғни ағылшын буржуазиялық революциясынан басталып, француз буржуазиялық революциясына алып келген оқиғаларға әкеліп тіреміз біздер. Енді 18-ші ғасырдың соңғы ширегі деген, енді оқушылар білетін шығар деп ойлаймын, ғасырды біздер ширекке бөлген кезде 4-ке бөліп тастаймыз ғой. Мысалы 0 мен 25-тің аралығы бізде бірінші ширек, 25 пен 50-дің аралығы бізде екінші ширек, сосын 50 мен 75-тің аралығы бізде үшінші ширек, ал 75 пен 100-дің аралығы бізде ол 4-ші ширек. Яғни соңғы ширегі деген сөз бұл 75 пен 100-дің аралығындағы оқиғалар деген сөз. Біз қай ғасырда айтып жатырмыз? Біз 18-ші ғасырда айтып жатырмыз. Мұқият боламыз осындай нәрселерге. Әдетте осындай 18-ші ғасырдың соңғы ширегі, 17-ші ғасырдың ортасы, алғашқы жартысы, соңғы ширегі деген сияқты оқиғалар, бұл сіздерді сонымен шатастыру үшін әдейі, және сіздің тарихи біліміңізді сынау үшін. Сіз деген нақты берілген датаны ғасырға айналдыра аласыз ба? Соны тексергісі келіп береді әдетте. Тест ретінде келетін болса. Сонымен бірінші кезең 17-ші ғасырдың ортасынан, немесе ағылшын буржуазиялық революциясынан басталып, 18-ші ғасырдың соңғы ширегіне дейін созылады. Келесі екінші кезең жаңа заманның бұл 18-ші ғасырдың соңындағы француз буржуазиялық революциясынан басталады. Нақтырақ айтсақ, 1789 жыл
Ол оқиға Бастилияны алумен аяқталады. Бұл 14-ші бізде шілде. Бастилия деген француз корольдерінің, әсіресе 16-шы Людовиктің тұсында болған енді оқиға болды ғой бұл. Француз корольдерінің өздеріне қарсы шыққан оппоненттерін түрмеге апарып қамайтын сондай түрме болған Бастилия. Сонымен 18-ші ғасырдың соңындағы француз буржуазиялық революциядан басталып, кейін индустриалды қоғамға өтуге алып келген 20-ші ғасырдың басына дейінгі оқиғаларға біздер алып келіп тоқтаймыз. Оның ішіндегі ең әрі кететін оқиғалар бұл деген бізде нақтырақ айтқанда бірінші дүниежүзілік соғысқа дейін ғой. Оның ішінде ең әрі кеткен оқиға біздер енді былай еске алатын болсақ, бұл негізі бірінші және екінші Балқан соғыстары. Бірақ оның жалпы біз екі Балқан соғыстарын қазір бұрынғыдай терең қылып айтпайды бізде. Сонымен мына Ирандағы революцияны айтады, біздер мына бақшылардың революциясын, жас түріктер революциясын айтады, сосын Сенхай революциясын осы оқиғалармен аяқтауға болады. Сонымен бірінші кезең 17-ші ғасырдың ортасындағы ағылшын буржуазиялық революциясынан бастап 18-ші ғасырдың соңғы ширегіне дейін созылатын бірінші кезең, екінші кезең 18-ші ғасырдың соңындағы француз буржуазиялық революциясынан бастап 20-ші ғасырдың басына дейінгі оқиғаны қамтиды. Келесі, сонымен жаңа заманның алғашқы кезеңі біздер ол несімен белгілі деп айтатын болсақ, бұл көптеген абсолюттік монархиялардың күшейген, гүлденген, күйреген, яғни тірі ағза сияқты, сонымен белгілі бір стадиядан, кезеңнен өткендігін көреміз. Әдетте бізде енді тарихтан бұл белгілі, ең бірінші орталықтанған мемлекеттер бұл негізі Англия, Франция және Испанияда құрылғандығы айтылатын еді. 15-ші ғасырдың аяғы еске түсіріңіздер. Англияда мысалы бұл Тюдорлардың кезінде 7-ші Генрих Тюдор ана қызыл ағрошандармен, алқызыл рошандармен ағрошандардың арасындағы соғысқа нүкте қоятын. Немесе Франциядағы бұл 11-ші Людовиктің тұсындағы Францияны біріктіруді аяқтаған. Немесе Испанияда, енді бұл кітапта мына жерде Испания берілмейді. Испанияда естеріңізде болатын болса, мына Фердинанд пен Изабелл арабтарды қуып шыққаннан кейін 1492 жылы сонымен біріктірді деп есептеледі. Сонымен жаңа заманның алғашқы кезеңінде абсолюттік монархиялардың күшейген, гүлденген, күйреген кезеңі және капиталистік дәуірге аяқ басқан кезең деп есептеледі. Мына жерде алғаш рет деп тұр, мінекей, мұқият назар аударамыз. Сонымен капитализм деген не деген нәрсеге сонымен сұрақ қоятын болсаңыздар, жалпы капитализм деген ол ақша тауар өндіруге мүдделі адамдардың өздеріне ыңғайлы сонымен қоғамды құруы немесе жасақтауы. Немесе бір сонымен былайша айтқан кезде сіз товарды өндіресіз, оны ақшаға сатасыз және сіздің мақсатыңыз тағы да товар өндіру. Сіз өзіңіз сондай үлкен қызметті жасағанмен сіз ауыр жұмысты өзіңіз жасамайсыз. Сіз біреудің еңбегін, жалдамалы еңбекті пайдаланасыз. Яғни пролетариатты. Жалпы жаңа заманда біздер кейін өтетін боламыз. Екі үлкен әлеуметтік топ болған. Немесе таптар деп айтамыз ғой, сословиелер, немесе стратумдар, қабаттар әлеумет. Оның біреуі бізде буржуазия, яғни ауқатты тұрғындар, зауыт фабрикалары бар, және оларға жалданып жұмыс істейтін пролетариат. Пролетарий деген сөз латынның қолында ешқандай мүлкі жоқ деген мағынаны білдіреді. Сонымен капитализм дәуіріне аяқ басу бұл тұңғыш батыстан басталды деп есептеледі. Осы жерде оқушылар бір айтып кететін бір маңызды нәрсе, капитализм алғашында ол деген зауыт фабрика түрінде дамыған жоқ, ол мануфактура түрінде дамыған. Мануфактура деген марус, қол латынның, фактура бұйым деген сөзден шығады. Яғни бұйымдардың көбі алғашында қолмен жасалады. Салыстырмалы түрде айтатын болсақ, 16-шы ғасырда пәлендей айырмашылық болмаған. Мысалы, сауда буржуазиясы 16-шы ғасырда Францияда дамып жатқан кезде дәл сондай сауда буржуазиясы бұл Жапонияда дамыған. Енді кейінгі кезеңде Жапония өзінің есігін еуропалықтар үшін тарс жабады да дамуды артқа алып қояды. Батыс елдері керісінше капитализмнің арқасында отар елдердің ресурстарын пайдалану арқасында үлкен даму жолына түсіп кетеді. Енді келесі біздерде де сонымен жаңа заманның екінші кезеңінде, біздер енді алғашқы кезеңін айтып тастадық. Мына жерде абсолютизм пайда болды, күшейді, күйреді. Ал енді жаңа заманның екінші кезеңіне назар аударатын болсақ, бұл кезеңде көптеген еуропалық монархтар деген өздерінің абсолюттік басқару жүйесінен бас тартып, өздерінің заң шығару өкілеттілігін парламентке сеніп тапсыруымен түсіндіріледі. Енді өздері енді оны берген жоқ, әрине халық мәжбүрледі депутаттармен қосылып, ақсүйектермен қосылып. Сонымен жаңа заманның екінші кезеңінде дамыған елдерде парламенттік демократия қалыптасты. Немесе конституциялық монархия қалыптаса бастайды. Осы жерде бізде кітапта, қазақша кітапта екі ұғымға бірден анықтама береді. Бұны негізі біздер орта ғасырдан білеміз. Сонымен абсолютизм деген шексіз монархия,
жоғары билік тек бір адамның ғана қолында болады, ол монархтың қолында болады. Сосын бұның басқару жүйесі абсолютизмде монарх билікті өзінің баласына немесе інісіне, өзінің мұрагеріне қалдыра алуымен сипатталады. Ол тіпті қызы да болуы мүмкін. Жалпы монархиялық жүйені енгізген ол тарихта екінші Филипп деп айтылады, негізі Македонияның патшасы. Сонымен түсінікті болды, иә? Негізі абсолютизмді біздер кейінгі сабақтарда өтетін боламыз. 10-шы сыныпта да тағы да қайталанады бұл тақырып. 10-шы сыныпта тереңірек жақсылап береді. Оны екінші бөлімнің басында 10-шы сыныптың оқулығының абсолютизмнің біздер 3 түрін айтатын боламыз. Бұл бізде абсолютті монархия, сонымен жалпы монархияның негізі абсолютизм деген сен түсінікті ғой. Абсолютті монархия, сосын конституция, содан кейін кешіріңіздер, сословиелік өкілдік монархия деп айтылады. Содан кейін бізде ол конституциялық монархия. Яғни абсолюттік монархия бірінші, сословиелік өкілдік монархия бұл екінші, үшіншісі бұл конституциялық монархия. Сословиелік өкілдік монархия не десеңіз, ол Англиядағы парламент, 1965 шақырылған. Франциядағы 1302 жылғы бас штаттар, Ресейдегі Зем соборы, немесе Венгрия, Чехия, Польшадағы, кейде Литва деп келеді, Сейм деген жиналыс болған. Испаниядағы мысалы Кастилия патшалығындағы Кортес деп кете береміз. А енді келесі парламент жаңа замандағы, бұл қандай жүйе дейтін болсаңыз, ол сайланатын ең жоғарғы өкілетті заң шығарушы орган. Мынадан ұстап аламыз, заң шығарушы орган. Жаңа жоғарыда мен айттым, абсолюттік монархияда корольдің өзі заң шығарады, өзі атқарады, сосын өзі сот болып есептеледі. Яғни биліктің үш тармағы Монтескьенің айтуы бойынша бір монархтың өзінің қолында. Ал енді жаңа заманның екінші кезеңінде біздер айтамыз, монарх деген өзінің заң шығарушы функциясын парламентке сеніп тапсырады. Яғни парламент заң шығарумен айналысады. Қалған екі биліктің тармағы, сот билігі және атқарушы билік корольдің өзінің қолында қалады. Енді мына соңғы сөйлем ол бізде орысша кітаптан алынған, бірақ оны логикамен ұстап алуға оқушылар. Қазақша кітапта жоқ бұл деген, бірақ орысша кітапта бар. Оны сіз енді қазақ тілінде ОБТ тапсыратындар назарға алмай ақ қойсаңыз болады. Жалпы бұл сіздің біліміңізді арттыру үшін айтып жатырмын. Сонымен жаңа заманда Азиядағы мықты мемлекеттер ол бізде Осман империясы, бәріміз білетін шығармыз оны. Сосын Үндістандағы ұлы моғолдардың империясы, Бабыр негізін қалаған. Сосын Қытайдағы Цин империясына. Әсіресе Цанлун деген патшалықтың кезінде өте қатты күшейген. Сонымен жаңа заманның екінші кезеңінде қоғам деген өнеркәсіп төңкерісінен кейінгі индустриалды даму сатысына аяқ басты. Сонымен өнеркәсіп төңкерісі тұңғыш енді бұл Англияда жүзеге асқан, Джон Кей, есіңізде болса 1733, одан кейін Харгривс 1765 механикалық ұршық жасайтын Дженни деген. Осыларды айтып жатыр ғой мына жерде. Ал индустриалды қоғам жалпы бұл латын индастри деген сөзден шығады. Бұрын адам қолмен жасалған құрылысты енді техниканың, машинаның көмегімен жасау. Және бұл тек қана бір саланы қамтымау керек. Мысалы, тоқыма саласында Англияда басталды ма, ол кейін басқа салаларға да ауысты. Мысалы, транспорт саласында, логистика саласында, қысқасы бүкіл қоғамның сатысының барлығын машиналар, механикалық сонымен двигательдер барлығы толық қамтыған болса, ол біздер индустриалдық қоғамда айтамыз. Сөйтіп, батыстық қоғамда адамзаттық құндылықтың ең маңыздысы болып есептелген жаңа заманда бұл екінші кезеңде айтып жатырмыз біздер. Бұл жекеменшік құқығы, жеке адамның бостандығы болып есептеледі. Бұл кезіндегі мынау деген, мысалы мына жалпы құндылық, бұл деген сонау мына гуманизм заманынан айтылып келе жатқан нәрсе ғой. Томас Мор, Томас Кампанелла, адамдардың құқықтары аяққа тапталмайтын, туа сала сонда адамдардың құқы пайда болатын, Томас Гоббс, Джон Лок бар, одан кейін жаңа заманда Русто, Дидро, Вольтер, Монтескье осылардың бәрін айтып келе жатқан нәрсесі. Келесі шығыстың енді тарихи кеңістігін енді біздер батыспен салыстырып қараймыз. Сонымен шығыстың тарихи кеңістігінде ең ежелгі өркениеттер болып есептелетін, оны кейін біздер мына Карл Ясперстің 10-шы сыныптың бірінші бөлімінде айтылып, өзекті дәуір деп береді, базада 800, сызықша 200 жылдар. Параллель бір мезгілде деңгейлес қалыптасқандығын айтады. Сонымен шығыстың тарихи кеңістігі ежелгі Мысыр, Египетті айтып отыр, Қос өзен, Шумер-Аккад, Вавилон, ежелгі Үндістан, ежелгі Қытай өркениеттері дейді, және Азия мен Африканың халқын қосып береді. Сонымен шығыстық өркениет десек, біздер осылардың барлығын қосып айтамыз. Енді ежелгі өркениеттер бұл біз айтып жатырған ежелгі Мысыр мысалы Ніл өзенінің бойында пайда болды. Қос өзен Тигр мен Ефрат өзендерінің бойында пайда болды. Үндістан Ганг және Үнді деген өзендердің бойында пайда болған. Қытай Хуанхэ және Янцзы өзендерінің алқаптарында пайда болды.
Мынаны оқушыларға шатыстыру үшін немесе оқушылардың білімін тексеру үшін сәйкестендіру қылып беруі мүмкін. Мұқият назар аударамыз. Сонымен ежелгі Мысыр Ніл өзенінің бойында пайда болғандығы, енді ол сіздер 5-ші сыныпта өттіңіздер, кейін 10-шы сыныптың 1-ші бөлімінде қайталайсыздар. Енді географиямен дос болсаңыздар, оп-оңай ұстап алуға болады. Адамзаттың сонымен ұлы жетістіктерінің барлығы бұл шығыста пайда болған. Мәселен, жазу сызу, өнер, жер суландыру, ирригациялық жүйені айтады ең бірінші. Ең алғаш рет шығыста пайда болған. Жалпы мемлекет деген жүйенің өзі тұңғыш рет шығыста пайда болған. Шумер Акад немесе Египет, Қытай параллельно бір мезгілде пайда болды деп айтамыз. Мінекей мұқият боламыз. Келесі батыс әлемі негізінен, келесі біздер діни сипаттама кетеді. Батыс әлемі негізінен христиандық Еуропамен шектеледі. Жалпы батыста көбі негізі христиан діні ғой, басқа дін жоқ. Басқа қандай дін бар? Оған дейінгі пұтқа табыну діндердің барлығы христиандық діннің келуімен жойылды. Сонымен Еуропамен шектеледі. Христиан діні Еуропамен шектеледі, ал шығыста дін деген өте көп. Мәселен, екі әлемдік дін бар. Ислам, ең жасы дін, буддизм, ең үлкен кәрі әлемдік дінді 6-шы ғасырда пайда болған буддизм, БЗБ, ислам енді түсінікті ғой, енді 630-дан бастап жаппай арабтар қабылдай бастады. Сонымен ислам, буддизм, мына ұлттық діндер бар бізде, үнділердің ұлттық діні, индуизм, конфуцийлік, даосизм, соңғы мына конфуцийлік пен даосизм екеуі жаңағы айтып кеткен, бұл Қытайда пайда болған. Сосын синтоизм, бұл Жапонияның ұлттық діні. Сонымен батыста бір ғана христиандық болса, шығыста өте көп діни немесе діни сенімдер. Мұқият боламыз осыған. Бұны да бізде салыстырып беруі мүмкін. Сосын енді 10-шы сыныптың мына 1-ші бөлімінде кейін біздер айтатын боламыз. Діндерді біздер классификациялаймыз. Қайсысы ұлттық дін, қайсысы әлемдік дін. Ол да негізі оп-оңай нәрсе. Әлемдік діндер бізде 3-еу. Буддизм, БЗБ 6-шы ғасырда пайда болған, негізін қалаған Сиддхартха Гаутама. Сосын бізде христиандық, БЗ 1-ші ғасыр. Иисус Христос немесе Иса пайғамбар негіздеген. Сосын ең жасы дін бұл Мұхаммед пайғамбарымыз негіздеген бұл ислам діні. Ол есептеледі. Алейхиссалату вассалам деп айтамыз. Ол кісіге Алланың сәлемі болсын. Енді мынандай мәселе бар бізде де, бұл жаңа біз айтып отырған синтоизм, даосизм, конфуцийлік, индуизм, бұның барлығы ұлттық діндер. И плюс мен жерде юдаизмді айтып кету бар. Бұл еврейлердің ұлттық діні. Кейбір ғалымдар конфуцийлікті негіз дінге жатқызбайды, бұл философиялық ілім деп айтады. Қалай болғанда да, келесі индустриалдық өркениеттің сонымен отаны болып есептелетін, ол бізде Англия болып есептеледі, дүниежүзілік шеберхана, ұмытпаймыз, Тағы да қайталап айтамын, Аркрайт, Харгривс, Джон Кей, осылардың барлығы Англияда алғаш әрекет еткен. Келесі енді бізде кітаптың соңында мына жаңа заман ерекшеліктері деген кесте бар. 2 тармақтан тұратын, 2 столбектен тұрады, 2 бағаннан тұрады, батыс елдері, шығыс елдері деп бөледі. Сонымен салыстырып береді. Бізде мына алғашқы мынаның пункттері, 1-ші, 2-ші, 3-ші пункттері былтыр ұлттық бірыңғай тестілеудің, былтыр дегенде сонымен енді мына артта қалған енді оқу жылы болып есептеледі ғой. Соның қыстағы ұлттық бірыңғай тестілеуде сынақ тестінің ішінде келді. Кеттік, ал сонымен батыс елдеріндегі соның ерекшелік, бұл алғаш рет буржуазиялық революция басталған, өнеркәсіп төңкерісі орын алған батыста, индустриалдық қоғам пайда болып батыста тұңғыш, батыста сонымен капиталистік қатынастар қалыптасты тұңғыш. Отаршылдық саясат жүргізе бастады енді олар. Шығыс елдерін отарлай бастады, жаулап ала бастады. Ресурс үшін, арзан еңбек күші үшін деген сияқты. Жаңа жерлер үшін өзара ықпал ету аймақтарын кейін олар бөлісті. Келесі жаңа заманда енді шығыс елдердің ерекшеліктері қандай? Оларда дәстүрлі шаруашылық ұзақ уақыт бойы сақталды. Әсіресе феодализм, феодалдық қоғамның үстемдігі оларда берік болған, өте оңайлықпен беріле қоймаған. Жаңа заманда олар шығыс халықтарын сонымен феодалдық жүйе артта қалдырды. Оған плюс жабық есік саясатын қосып қойыңыз. Еуропалықтардың отаршылдық әрекеттері басталды осылайша. Оларды енді жабық есік саясатын күштеп ашу басталған болатын. Сосын отаршылдыққа қарсы ұлт азаттық көтерілістер бұл енді өзінен өзі түсіріпті ғой. Енді логикалық тұрғыдан қараған болсаңыздар, енді отарланған мемлекет ылғи да өзінің құқықтары аяққа тапталғасын қолына қару алып, сонымен соғысудан басқа ештеңе қалмайды. Өзінің елінде отырып, екінші сұрыпты адам болып қалғаннан кейін сонымен қадірінің қашқаны үшін күресетіндігі белгілі. Осыдан біздер жоғарыда айтып кеткен бірінші сабақ, сонымен жаңа заманның кітабы бойынша бірінші сабақ аяқталды деп осыны есептейміз. Егер сіздер сұрақтарыңыз болатын болса, төмендегі комментарийға жазып кетіңіздер.
ұсыныстарыңыз болатын болса оны да жазып кетіңіздер. Нақты адамдардың сонымен портреттерімен де негізі беруге болады. Ол енді келесі сақырыптарда айтылатын болады. Баршаңыздың тыңдағандарыңызға рахмет. Енді бұл тақырыптар бойынша жасалған қажет десеңіздер квиз тапсырмаларын мен деген сілтемеге сала аламын. Баршаңызға сонымен зейіндеріңіз ашылсын деп айтамыз. Сау саламатта болыңыз. Тыңдағандарыңызға көп рахмет.